Қазір кезде халықтың арасында барлығының денсаулығы нашар деген сөз емес, арасында жақсы денсаулығы мықты кісілерді кездеседі. Негізінен біз диагностика өткізу барысында, диагностика түсіру барысында нашар шыққан результаттарға қарағанда жақсы шыққан результаттарға мен өз басым қатты қуанамын шын жүректен. Халықтың арасында да денсаулығы жақсы кісілер бар екен ғой деген сияқты ниетпен мен өзім қатты қуанамын. Өткенде бір кісі бізге Кореядан келген кезде диагностика өткізген кезде бір жыл бойы дәру ішкен арқасында Қазақстанға келген кезде денсаулығы шыққан кезде 95%, 95,5% көрсеткен болатын. Қазір кезде енді тағы бір кісінің денсаулығын диагностика өткіздік. Құдай денсаулығы жақсы екен, осы кісінің денсаулығын тексеру барысында бұл кісіде көп органдарының барлығы жақсы шықты. И оны біз мына жақтан көре аламыз. Состав тела арқылы оценка шығарады. 95-те 7 көрсетіп тұр. Рекорд мынандай денсаулық халықтың арасында болғанына біз қатты қуанамыз. Сол себептен осындай денсаулық сіздерге тілеймін. Денсаулықтарыңыз жақсы болсын, денсаулықтарыңызды күтіп, дәрумен ішіп жүріңіздер. Егер денсаулықтарыңыздың толық тексерілетін болса, біздің диагностикалық аппараттан сұрасаңыздар болады, WhatsApp нөмірге жазыңыздар.